Болашақ корпоративтік қоры. Өзіңнен баста жобасы. Жоба демеушісі BI Group инвестициялық құрылыс компаниясы. Мына дүниеде қайғырыңмен танылғың келеді. Біздің келесі үлкен жобамыз Walt Disney компаниясының Жан мультфильмі. Бұл планетада өмір деген қас-қағым емес пе? Мультфильмдегі актерлік құрамыз өте күшті деп айта аламыз. Бұл жерден таңдап кастингтен ең мықтыларын Walt Disney компаниясының өзі таңдап алды. Йо-йо? Қалайсыз? Мистер Джи, сізбен қауышқанымызға өте қуаныштымыз, доктор Бьоргенсен. Тынышталамыз. Уақытыңды бос тірлікке жұмсама. Мен не істеп отырмын? Алтын уақытында тек өзің үшін, тек ұтымды нәрселерге ғана жұмса. Сені шабыттандыратын нәрсеге. Әлемге жаңалық әкелетін, болмысыңды көрсететін нәрсеге арна. Мультфильмнің ерекшелігі бұл әлемде ғана емес, екі әлемді ұштастырған, қызыққа толы, неше түрлі күтпеген жағдайларға толы мультфильм. Өмірдің мақсаты неде? Біз не үшін өмір сүреміз деген сұраққа жауап ала алатын мультфильм болды. Сахнаға шығам. Бүгін шашымды алдыруым керек, досым. Маған көмектесші. Кешіріңіз. Бұл не? Бұл фильмде менің дыбыстаған кейіпкерімнің аты 22. Және ол кейіпкер өте бір беткей, әлі туылмаған жан десем де болады. Мінезі жағынан кішкене өзіме ұқсас. Сол үшін де осы рөлге өткен шығармын деп ойлаймын. Айтып тұрмын ғой, Джо. Дұрысы Иро. Мен осы мультфильмде рухтардың бірі Джерри Би деген кейіпкерім бар. Соны дыбыстаймын. Дыбыстағандағы ең қызықты бір жағдайлардың бірі. Ағылшын тіліндегі мультфильмде кейіпкер мұрнымен сөйлейді. Сондықтан бізде режиссерлармен бірге отырып, сондай шешімге келдік. Мен осы мультфильмде дыбыстаған кезде осылай мұрным арқылы дыбыстаймын. Сондықтан мен үшін өте бір қызық тәжірибе болды. Доктор Бьоргенсен жақында Нобель сыйлығына үміткер болған әлемге әйгілі балалар психологы. Бұл менің Disney жобаларына бірінші рет қатысуым. Арай медиа группке кастингке келдім. Менің даусымды Disney таңдады. Маған режиссер звондаған кезде өте қатты қуандым. Өйткені бұл мен үшін үлкен жұмыс. Бұл мен үшін тағы да жаңа бір өсу деп айтуға болады. Менің кейіпкерім Джерри А. Бұл дүниеге келетін сәбилердің қандай отбасыға түсетінін, олардың мінез құлқы қандай болады, олардың туылуына үлкен көмегін тигізетін рухтардың бірі. Мен ғаламның кванттық өрістерінің жиынтығымын. Ең әлсіз сананың өзі қабылдай алатын кейіпте көрінемін. Джерри деп атасаң болады. Қазақ тілінде осындай фильмдердің дыбысталып жатқандығы, осындай дүниелердің жасалып жатқандығы, ол біздің болашақ ұрпағымыздың өсуіне, дамуына, тілін ары қарай жетік меңгеруіне ықпалын тигізеді деп ойлаймын. Құрметті біздің көрермендер, мультфильмдерді тек қазақ тілінде көруге шақырамын. Қазақша сөйлеңіздер, қазақша мультфильмдер мен киноны көре жүріңіздер. Қазақша сөйлейік, қазақша сөйлеуді өзімізден бастайық. Қазақша сөйлейік, өзімізден бастайық. Сонымен қандай адам ретінде есте қалғың келеді? Онда сен ковбой ұқсап билейтін шығарсың. Жан.